Сонымен, Лимон маркетплейсі бүкіл СНГ елдерінде инеден бастап автобөлшектерге дейінгі товарлардың ассортименті, сондай-ақ Лимонның өзінің бренді, яғни собственный бренд Лимона дейміз, Қытайдың басқа өндірушілері және де жергілікті өндірушілер. Осы орайда жақсылап мұқият тыңдасаңыздар, біздің компанияда біздің жергілікті өндірушілерге, яғни завод, фабрика, цех, қандай да бір товар болсын, қандай да бір өнім болсын, сондай бизнестарға масштабқа шығуға мүмкіндіктер бар. Өйткені сіз лимонға өз товарыңызды сатуға қоя аласыз. Оны тек қана Қазақстанда емес, бүкіл СНГ елінде алуға мүмкіндік бар. Қандай ерекшеліктер бар? Бізде пункт выдачаға дейін жеткізілу тегін, яғни доставкаға төлемейміз. Салмаққа төлемейміз. Бағасы нарықтағы бағадан төмен, өйткені тікелей өндірушілердің өзінен ортада ешқандай делдал жоқ, сондықтан бағасы арзанырақ болады. Және де алмасу процесі өте жақсы қойылған болады. Оны қалай түсінеміз? Яғни обмен возврат процесі. Сіз пунктқа қандай да бір товарға заказ бересіз, сол жерден затыңызды алуға келген кезде заводской брак болса товарда, немесе размері келмесе, тіпті сапасы ұнамалса, бірден 100% возврат жасай аласыз. Ол дегеніміз, компания өзінің лимонға қойылатын товарларына 100% кепілдік береді. Өйткені 100% возврат бар. Бұл көптеген Қытай маркетплейстермен салыстырғанда әлде қайда оңтайлы, әлде қайда тиімдірек. Және де ожиданиеміз, күтуіміз максимум 2-3 күнді алатын болады. Өйткені әр СНГ елінде өзінің лимонның склады болады. Сол складтан пункттарға жеткізілу максимум 3 күнде орындалатын болады. Осы лимон маркетплейсті ұсынып отырған компания Huawei деп аталады. Бұл Қытай компаниясы Қазақстан нарығына 10 майда келген болатын. Негізі 25 жылы, Негізі компания 24 жылы шілде айында ашылды. Қазір бізде 4 елді мемлекетте өзіміздің официальный филиалымыз бар. Қырғызстан, Қазақстан, Ресей және Өзбекстанда офис ашылу процесінде. Компанияның басты мақсаты, яғни компанияның негізін қалаушы бізде Қытай бизнесмені Ли Хонли деген өте мықты финансист, аналитик, лимон маркетингтің авторы. Компанияның басты мақсаты қазіргі таңда осы лимонға жақсы реклама жүргізіп, клиенттер базасын қалыптастыру. Оны қалай түсінеміз? Яғни кез келген өнім, кез келген товар, ол рекламаны талап етеді, дұрыс па? Халық оны білу үшін, онымен қолдану үшін, оны есту үшін. Қазір айналамызда аттаған жерімізде реклама, ол рекламаны өзіміз де кейде жасап жатамыз, рекомендация жасап жатамыз, Сондықтан біздің компанияның да басты мақсаты сондай рекламаның арқасында лимон халыққа танымал, спросқа ие маркетплейстердің бірі болуы. Яғни сол үшін біз именно MLM жүйесін таңдап отырмыз. Қарапайым тілмен алған кезде сетевой маркетинг деп айтамыз, Осы маркетинг арқылы біздің компания лимонға жай ғана ақпарат таратып қоймайды, уже толыққанды клиенттер базасын қалыптастыра алады маркетинг бойынша. Және де маркетинг арқылы біздің партнерлар да лимонға жақсы реклама жасаудың арқасында жақсы табысқа ие бола алады. Енді сол партнерлық жайында айтайық. Бізде қазір партнерлықтың 3 түрлі картасы бар. Күміс картасы $196, алтын картасы $504, бриллиант картасы $1000. Әр картаның өзіне сай жеңілдіктері бар. Бұл жеңілдіктер сіздерге маркетинг бойынша берілетін өнімдерге арналған. Лимонда партнер ретінде жеңілдіктеріңіз бөлек, оны екінші бөлімде толық айтатын боламын. Ал әр картаның жеңілдігі ол тек қана маркетинг бойынша берілетін товарларға арналған. Ай сайын бізде жаңадан келген партнерларға керемет мүмкіндік жасау үшін акция жүргізіледі. 196-ға бірден алтын картасын алуға болады акция бойынша, 504-ке бірден бриллиант картасын алуға болады. Сонда $1000 төлемейміз, күміс картасын қарастырмаймыз, яғни осындай керемет мүмкіндік жасалған. Және де $196 картамен бірге компаниядан 4 өнім сатып аласыздар. Осы сумманың ішінде, 504-ке 12 өнім сатып аласыздар. Мен өз презентацияларымда қайтадан ескертіп жатам, қайталап. Бұл өнімдер картамен бірге сатып алынады. Оны сыйлық деп шатастырмауларыңызды сұраймыз. Бұл тұрақты 4 және 12 өнім әр картаға берілетін. Ал сыйлықтар бөлек жүреді. Біздің партнерларға, әсіресе жаңадан келген партнерларға керемет сыйлықтар жүреді. Ай сайын әртүрлі сыйлықтар беріледі. Осы айда 196-ға бір упаковка бокс, шикарный бокс косметики сыйлыққа аласыздар. 504-ке 2 сондай бокс сыйлыққа аласыздар.
Және де өздеріңіз партнер болып тіркелген кезде личный кабинеттеріңіз болады официальный сайтта, және структурада орындарыңыз болады. Құрметті партнерлар, арасында орысша сөздер қосылып жатсам, айыпқа бұйырмаңыздар, иә. Кейде жаңағы сіздерге түсінікті жетік болу үшін арасында сондай орысша кірме сөздер кіріп кетіп жатыр, ренжімеңіздер, кешірім сұраймын сол үшін. Ал енді біздің компанияның жүйесіне келетін болсақ, кез келген MLM компания белгілі бір жүйемен жұмыс істейді, иә. Мысалы классика дейді, бинар дейді. Біздің компания тринар жүйесі бойынша жұмыс істейді. Әр партнердің осындай 3 структурасы болады екен. Бірақ біздің тринар жүйесі өте қолайлы, өте лояльны. Сондықтан бастапқы этапта тек қана 2 тармақпен, 2 структурамен жұмыс істеуге рұқсат етілген. Ал енді ең бастысы ол біздің маркетинг бойынша табыс. Бізде маркетинг бойынша 5 түрлі табыс көзі бар. Біріншісі бұл реферальный бонус. Реферальный бонус сізге жеке партнер шақырғаныңыз үшін беріледі. Ол бонус бізде бір циклдан тұрады. Әр цикл 3 адамнан тұрады. Бірінші, екінші адамы үнемі 20% табыс, ал әрбір үшінші адамы үнемі 60% табыс әкеледі сізге, ол кісілердің алған картасынан. Енді соны нақты есептеп көрсек болады. Мысалы, мынау сіздің бриллиант картаңыз делік. Және де компанияда 0,8 деген қауіпсіздік коэффициенті бар. Бұл коэффициент неге қойылған? Бірден жауап беріп кетейін, өйткені көп партнерлардың сұрайтын сұрағы осы, иә. Біріншіден, біздің компания международный, халықаралық компания болғандықтан бізде доллармен жүреді бүкіл валюта выплаталардың барлығы, иә. Сондықтан доллар күнде өседі, біресе түседі, біресе көтеріледі. Сол кезде компанияда жаңағы былайша айтқанда убыток болмас үшін осы коэффициент қосылған, бүкіл есептеулердің барлығы осы коэффициент арқылы жүреді. Енді сіз өзіңізге бірінші партнер шақырасыз, ол 504-тің картасын алған болса, сізге бірінші партнердан 20%, яғни 0,8-бен есептегенде $80 бірден түседі. Бізде зарплатный күнді күтудің қажеті жоқ. Қалай регистрация өтті, бірден жаңағы активациядан кейін бірден сіздің бонусыңыз түседі, оны бірден обналичка жасасаңыз болады. Ал екінші партнеріңіз 196-ның картасын сатып алса, сізге тағы да 20%, бұл жағдайда $30 түседі. Ал үшінші партнеріңіз 504-тің картасын сатып алған болса, сізге үшінші партнердан 60%, яғни $240, немесе 196-ның картасын алса, сізге бірден $90 түседі. Міне осылайша әрбір үшінші партнеріңіз сізге 60%-лық табыс береді, және де бұндай циклды шексіз орындай беруге болады. Өйткені біздің компанияның маркетингі бойынша жеке партнерлар санында шектеу жоқ. Жеке партнерлар санында міндеттеу жоқ. Міндетті түрде 3 адам, немесе тек 30 адам деген сияқты. Қанша адам шақырғыңыз келеді, сонша адам шақыра аласыз. Ал енді сіздің партнерларыңызда сіз сияқты белсенді түрде партнерлар шақырып карта сататын болса, онда сізде екінші табыс көзі бар, ол структурадан түсетін бонус. Структуралық товар обороттан түсетін бонус шексіз тереңдікке дейін жүреді. Яғни кез келген осындай тринар жүйесі болсын, бинар жүйесі болсын, онда қалыпты жағдайда мынандай деңгей болады, уровень болады. Көп компанияларда табыс бонустары белгілі бір деңгейде шектеліп қалады. Мысалы үшін 10-шы, 20-шы деген сияқты. Бізде бұл шексіз тереңдікке дейін жүреді. Яғни тек қана 2 шартты орындау арқылы сіз танымайтын партнерларыңыздың партнерынан бонус алып отыра аласыз. Ол үшін тек 2 шартты орындау керек. Біріншісі, бұл міндетті түрде бриллиант карта болу керек. Сізде бастапқыда 196-ға сіз акция бойынша қазір алтын карта егер атанасыз, ал кейін бриллиантқа өту үшін $294 жеті өнім сатып алып, апгрейд жасай аласыз. Осы айда апгрейдке тоже шикарный бокс косметики біреусі сыйлыққа тегін беріледі. Солайша сізде бриллиант картасы болады. Немесе қазір 504-ке бірден бриллиант картасын алуға болады. Бұл бірінші шарты, иә, структурадан табыс табудың бірінші шарты. Екінші шарты ол дистрибьютор статусы болу керек. Бұл дистрибьютор статусына жету үшін сізге общий структурный товар оборот $10,000, оның 5,000 бір тармақта, 5,000 бір тармақта болу шарт. Мінекей схемамен көрсететін болсам, общий сізде $10,000, бір структураңызда $5,000, бір жақ структураңызда $5,000. Немесе егер үшеуімен қатар істеген болсаңыз, екеуін қосқан кезде $5,000 болуы шарт. Осы сәттен бастап сізде дистрибьютор статусы, ол демек әрбір жаңа партнердан сізге 4% бонус түседі. Әрбір жаңа партнердан. Мейлі сіз ол кісіні танисыз ба, танымайсыз ба. Мысалы, $196-ға тіркелсе, сізге $6 түседі, 504-ке тіркелсе, сізге $15 түсіп отырады. Келесі статусымыз менеджер статусы деп аталады. Бұл жерде 20,000
екі тармақта болуы шарт. Жалпы қосқанда 40 мың доллар товар оборот болуы керек, табыс 4% болып қала береді. Бірақ бұл екі статуста бізде жай ғана аралық статустардың бірі. Яғни маркетинг бойынша басты статусқа жету жолдағы кішігірім табыс көзі ретінде қарастырылған. Біздің маркетинг бойынша ең басты негізгі статус бұл старший менеджер деп аталады. Неге ол басты екен, қазір түсінесіздер. Біріншіден, бізде оны орындау үшін сізге общий структурный 100 мың доллар товар оборот жасалуы шарт. Бірақ бұл суммадан қорқудың қажеті жоқ. 100 мың доллар қаласаңыз бір айда, қаласаңыз бір жылда жасай аласыз. Өйткені бізде бүкіл товар оборот накопительно, яғни жүйе, жинақталмалы жүйе. Сондықтан бастапқы статустағы болған бүкіл личный, команд, структурный товар обороттарыңыз барлығы жинақталып келеді да, осы 100 мың доллар товар оборотты береді. Бұл жерде сіздің структураңыз, яғни тіпті спонсордан түскен перелив болса да сізге товар оборотқа есеп келеді. Главное, сіздің структураңызға түссе болғаны. Бұл жердегі басты жаңағы несі, себебі неге накопительная система? Өйткені бізде ай сайын активация жоқ. Яғни қайта-қайта басқа компаниядағыдай товар оборот жасап, бонус жасап, PV немесе орныңызға төлеп пролонгация жасаудың қажеті жоқ. Өміріңізде бір-ақ рет қана ақша салып карта аласыз продукциясымен қоса. Болды, одан кейін ешқандай ақша салудың қажеті жоқ. Сондықтан айтамыз, 100 мыңды қаласаңыз бір айда, қаласаңыз бір жылда жасай аласыз. Бұл жерде де екі тармақта распределение болғаны шарт. Егер сіз екі структурамен істеген болсаңыз, онда 50 мың бір тармақта, 50 мың бір тармақта болу керек. Ал егер сіз 3 структурамен қатар жұмыс істеген болсаңыз, онда 20 мың бір тармақта, 30 мың бір тармақта 50 мың товар оборот болуы шарт. Енді неге старший менеджер басты статустардың бірі дейміз? Өйткені сіздің компаниядағы қомақты табыстарыңыздың басы осы статустан басталады. 8% структурды товар обороттан сізге күнделікті 200 бен 500 доллар арасында табыс түседі. Минимум күнделікті 200 доллар. Плюс Қытайға путевка 5-6 күнге, бұл де все включено болғанмен, бұл жерде жай ғана демалыс емес, бұл жерде познавательная экскурсионная поездка, біздің маркетинг бойынша берілетін өнімдердің қалай қайдан шығатын завод фабрикаларға экскурсия жасау арқылы барып көре аласыздар. Ал енді қазір мысал ретінде компанияда 40-қа жуық старший менеджер бар, оның 16-сы қазақстандық старший менеджерлар. Ары қарай сіздер енді статус бойынша өсе бересіздер, статус өскен сайын табыстарыңыз да өсе береді. Структураңызда, екі структураңызда бір старший менеджер пайда болған кезде сізде бір жұлдыз статусы. Бұл старший менеджерлар міндетті түрде жеке партнерларыңыз болуы шарт емес, яғни личник болуы шарт емес. Бізде личникқа ешқандай байланысымыз жоқ, тікелей рефералкадан басқа. Сондықтан бұл спонсорыңыздан түскен перелив болған кезде де сізге есептеледі статусқа, сізге табыс береді. Күнделікті бір жұлдыздардың табысы 500 бен 1000 доллар арасында екен, және де 1000 доллар құнында телефон беріледі екен сыйлыққа. Ал енді 2 жұлдыз болу үшін менеджерларыңызда 1 жұлдыз, табысыңыз 3%-ды құрайды, күнделікті 2000 долларға дейін, және де 5000 доллар құнында ақшалай премия беріледі. Енді қысқаша айта кетейін, мысал ретінде 1 жұлдызбен компанияда әзірге 9 партнер, оның 5-еуі қазақстандық. 2 жұлдызбен әзірге 2 партнер, 1-еуі қазақстандық. 3 жұлдыз болу үшін менеджерларыңызда 2 жұлдыз болу шарт, табыс также 3% болып қала береді, күнделікті 5000 долларға дейін, және де 20 мың долларға автобонус сіздерге сыйлыққа беріледі. 3 жұлдызбен әзірге компанияда бір-ақ партнер бар, Рахат Рахмановна, қырғызстандық партнеріміз. Көбісі білетін шығар, естіген шығар. Ал енді 4 пен 5 жұлдыздар. Бұл статустарға жету үшін уже сізде 3 структура қатар жұмыс жасау керек. Яғни бастапқыда сіз 2 структурамен 3 жұлдызға дейін жеткен болсаңыз, ал енді ары қарай әрқайсысында 1-1 3 жұлдызды, 1-1 4 жұлдызды менеджер болу керек. Екі жағдайда да табыс 2%-ды құрайды. Күнделікті сізге 10 мың долларға дейін, және де 20 мың долларға дейін табыс түседі. Плюс 40 мыңға автобонус, және де 150 мыңға ең үлкен баспанаға берілетін бонус. Ал енді бізде тағы да қосымша бір табыс көзі бар. Ол біздің статусниктарымыздан, 4-ші табыс көзі. Мысалы, сіз старший менеджер статусын жаптық делік. Бұл кез келген жағдайда болуы мүмкін. Мен жай ғана осы старший менеджер мысал ретінде келістіріп тұрмын. Сіздің структураңызда дәл сіздігіндей старший менеджер статусы пайда болса, онда компрессия жүйесі жұмыс істеп, сол старший менеджердің астындағы структура сізге уақытша жабылады, бірақ сол партнеріңіздің чегінен сізге 10% чека табысы түседі. Бұл структураны қайтадан ашу үшін сізге мысалы 1 жұлдыз статусына өту керек деген сияқты. То есть статус жоғарлату керек.
Бұл жағдай міндетті түрде болатын жағдай емес. Бұл керісінше өте жаңағы редко кездеседі, бірақ бұндай жағдай болғанның күннің өзінде де сіз табыссыз қалмайсыз. Ал енді бастапқыда менің айтқан сөзімді есімізге түсірейік. 27-ші жылы бұл жүйе толығымен тоқтайды. Неге? Өйткені бұл жай ғана рекламалық құрал. Біздің компанияның басты мақсаты ол сетевой маркетинг құру емес. Сондықтан біз толыққанды айтамыз, біз 100% сетевой компания емеспіз. Біздің мақсатымыз ол қарапайым кәдімгі традиционный коммерция, онлайн сауда-саттық жүйесін дамыту, Лимон маркетплейсін халыққа таныту. Ал біздің компаниямыздың ол рекламалық құралы бұл MLM жүйесі, ол уақытша жүйе. Қазіргі таңда бұл срок бізде қарастырылу үстінде. 27-ші жылдың басы немесе аяғы, нақты ақпарат шыққан кезде біз міндетті түрде чатта жария қылып айтатын боламыз. Осы айтылған уақытқа дейін ғана жүйе жұмыс істейді. Одан кейін біз карта сатпаймыз, партнер шақырмаймыз, структура құрмаймыз. Кім осы уақытқа дейін старший менеджерден бастап 5 жылға жеткен болса, автоматты түрде Лимон маркетплейсінің 49%-ық акцияларын бөліске бөлетін акционерлердің қатарына қосылып, өзінің дивидендтарын алып отырады. Қазіргі таңда бізде осы статустарды орындаған 60-қа жуық акционерлер бар. Олар күнделікті Лимоннан өзінің дивидендін алып отыр. Өйткені Лимон Қырғызстанда ашылды. Қазір енді жаңа официальный запускысын күтіп отырмыз. Келесі кезекте Қазақстан, одан кейін Ресей, Өзбекстан, солай поэтапно бүкіл СНГ елдерінде ашылады. Және де осы Қазақстанда күзгі уақытта ашылған кезде біздің акционерлердің табысы одан да көбейе түседі. Яғни әр мемлекет акционерлерге тағы да табыс әкеледі. Сондықтан біз уақыт өте аз кезде қазір тездетіп старший менеджер статусына жетіп үлгеруіміз қажет. Ал енді бізде резюме жасайық. Бірінші табыстарымыз реферальный бонус дедік. Екінші бұл структурадан түсетін бонустарымыз. Күнделікті структурадан алатын, товар обороттан алатын бонустарымыз. Үшінші әр статуста берілетін бонус премия. Төртінші чек от чека. Ал енді бесінші табыс көзі ол маркетингке ешқандай қатысы жоқ. Тікелей қарапайым коммерция, яғни Лимон маркетплейсінің өзінен әсіресе акционер болып үлгермей қалған партнерларға арналған керемет мүмкіндік. Біріншіден, сіздер күміс, алтын, бриллиант картасын алғандарыңыз үшін Лимонның ерекше клиенттері боласыздар. Өздеріңіздің скидкамен бонустарыңыз болады. Лимондағы товарларды 10%-дан бастап скидкамен сатып аласыздар. Әр покупкаңызға кэшбэк 10% қайтып келіп отырады. Енді тағы да қосымша табыс көзі деп айтқанымыз, қазір 1 минут. Тағы да қосымша бір табыс көзі ол тікелей Лимонның өзінен карта иегерлеріне күзде Лимон Қазақстанда ашылған кезде ссылка, сілтеме, промокод дейміз. Сондай ссылка беріледі 1 ай уақытқа. Бұл срокта қарастырылу үстінде, бәлкім 2 айға созылуы мүмкін, бәлкім 1 ай болып қалуы мүмкін. Нақты ақпарат күзге қарай алып аласыздар. Жалпы қазір 1 ай деп алып отырмыз. 1 айда сіздер не істейсіздер? Лимонға жақсы реклама жасап, оның құндылықтарын халыққа жеткізіп, өз таныстарыңызға ссылкаңызды таратасыз. Бұл ешқандай сетевой емес, бұл жай ғана рекомендационная ссылка, былайша айтқанда. Осы ссылка арқылы сіздің таныстарыңыз Лимонға тегін тіркеледі. Тегін Лимонның клиенті бола алады, потенциальный клиенті, және де сіздің ссылкаңызды сіз танымайтын олар өздерінің таныстарына жібере алады. Ол кісілер тағы да бір кісілерге жібере алады. Осылайша Лимонда сізде 3 поколение клиент қалыптасады, мінекей көріп тұрғандарыңызда. Бұл жерде адам саны шектеусіз, тек қана уақыт шектеулі. 1 айда қанша адам тіркеліп үлгерсе, сонша адам сізге табыс береді. Осы ссылка бойынша тіркелген адамдар Лимоннан товар алған сайын сізге бірінші поколениеңізден 3%, екінші поколениеңізден 2% и үшінші поколениеңізден 1% табыс түсіп отырады. Былайша айтқанда, бүкіл әлем қазір осы реферальный ссылка арқылы өзінің бизнестарын масштабқа, өзінің бизнестарын тағы да үлкен доходтарға шығарып отыр. Бұл өте керемет промоушн. Ал біздің партнерлар үшін бұл өте керемет пассивный доход. Көп компанияларда, әсіресе MLM компанияларында кездесе бермейтін біздің ерекше фишкаларымыздың бірі. Бұл жерде сетпен жұмыс істемейтін партнерларға арналған керемет мүмкіндік. Бірақ бұл жерде карта ерекшелігі рөл атқарады. Күміс карта болса, сіз тек қана 1 поколениядан табыс табасыз. Алтын карта болса, 2 поколениядан табыс табасыз. Бриллиант карта 3 поколениядан табысын табуға мүмкіндік береді. Осылайша сізде Лимоннан 5-ші табыс көзі болады. Бұл Лимон Қазақстанға күзге таман ашылатын кезде ссылка жайында қалай тарату керек, видео обучениесі, оны қалай тіркеледі, соның барлығы міндетті түрде жіберілетін болады. Оның барлығын әлі үйрететін боламыз партнерларға.
осы жаздан кейін толыққанды Қазақстанда да бірнеше лимонның склады, Қырғызстанда мысалы 2 үлкен склады бар, 40-қа жуық пункт выдачалары бар, білесіздер, естіген партнерларымыз бар шығар араларыңызда, иә. Қазақстанда да дәл сондай жүйе құрылады. Ал енді 6-шы табыс көзі бар, бірақ ол бүкіл партнерларға емес, карта егерлері пункт выдачи заказов аша алады. Бұл пункттың не екенін білесіздер, иә. Мысалы клиенттер заказ беріп, сіздердің пункттарыңызды көрсететін болса, жаңа тапсырыс берген клиент өзінің товарын сіздің пункттан алып кетіп отырады. Осы пункттан өтетін товар обороттан 3-5% доход сізге түсіп отырады. Яғни бұл да пассивный доходтың бір түрі. Бірақ бұл пунктты ашуда өзінің шарттары бар, нюанстары бар, арнайы документациясы бар, помещенияның тех заданиясы бар, иә. Оның жаңағы белгілі бір жағдайға, мысалы үшін, кей партнерларға, мысалы үшін, белгілі бір шарттары болуы мүмкін деген сияқты. Соның барлығын күзге қарай лимон толыққанды өзінің Қазақстанда запускасын бастаған кезде біздің басшылықпен тікелей келіссөз жүргізу арқылы осы пункт выдачаны лимонның атынан аша аласыздар. Бұл да керемет табыс көзі. Оның үстіне бұл ешқандай да MLM жүйесі емес, ешқандай да сетевой маркетинг емес. Бұл қарапайым традиционный бизнестің бір түрі. Иә, қазір өздеріңіз көріп жүрген Озонның, Wildberries, Ламода болсын, Флиптікі болсын, көптеген пункт выдачалар бар. Дәл сол сияқты пункт выдача ашу мүмкіндігін біздің карта егерлері осы картаны сатып алу арқасында ала алады. Жалпы алғанда маркетинг бойынша ақпарат осы. Қысқаша енді резюме жасайық, иә. Біздің компания, Huawei компаниясының басты мақсаты, басты проектісі ол лимон маркетплейске жақсы реклама жүргізу арқылы белгілі бір уақыт ішінде структура құрып $100,000 товар оборот жасаған партнерларға акционер болуға мүмкіндік береді, және де жергілікті өндіруші ретінде товарын сатуға қоюға мүмкіндік береді. Сонымен қоса, ссылка, рекомендация арқылы табыс табуға мүмкіндік береді, өмір бойы лимоннан скидкамен, бонуспен товар алуға мүмкіндік береді, және де 6-шы табыс көзі пункт выдача ашуға мүмкіндік береді. Ол барлығы біздің компаниядан сатып алатын картаның мүмкіндігі. Ал енді осы картаны сатып алған кезде сіздерге компаниядан осы картаға қоса 4 өнім беріледі, немесе 504-тің картасына 12 өнім беріледі. Осы өнімдер жайында толық ақпарат берейін, одан кейін сіздердің сұрақтарыңызға көшсек болады. Жалпы алғанда бұл өнімдер қандай өнімдер, және де қандай әкелетін пайдасы бар екенін қазір толық анықтап білетін боламыз. Біріншіден, бұл өнімдер бізге ең басты инвесторларымыз Қытайдағы Байши Health деген өте үлкен корпорациядан беріледі. Бұл корпорация жайында жалпы интернет ақпарат өте көп, бірақ мен сіздерге қысқаша статистикасымен бөлісейін, иә. Байши Health корпорациясының 6 заводы, 2 операциялық орталығы, 1 зертханасы бар, әртүрлі қалаларында Қытайда мыңдаған товарлар өндіреді. Ол негізінде бытовая химия, лечебный БАДы, гели, одан кейін лечебная косметика, медициналық аппараттар, оборудование, және де 200 патенті бар сол өнімдеріне, плюс 600 партнер бар әлем бойынша осындай өнімдерді ұсынып отырған. Бізге сол компаниядан 4 өнім берілген, 4 түрлі өнім берілген. Неге именно мыңдаған товарлардың арасынан осы 4 өнім біздің маркетинг бойынша келіп отыр? Өйткені біздің основатель компания, президент Ли Хон Лидің өзінің айтуы бойынша бұл өнімдер соңғы 6 жылда Қытайда өте керемет результат көрсеткен, өте сондай құнды, сапасы өте жоғары, шынымен де эффективный өнімдер. Оның біріншісі, міне мынандай коробкада келетін суставной антибактериальный гель, яғни буын-буынға арналған, буын ауруларына арналған. Бұның құрамында 50 түрлі шөптің сығындысы бар, ежелгі Тибет рецептісі бойынша жасалған, және де мынандай современные нанотехнологии, турмалиновый шарик көріп тұрсыздар, массажный роликтар бар, мынандай массажный шипы бар қасында, иә. Мына құрылғының арқасында, міне полуавтомат құрылғы, on-off деген жүйесі бар. On дегеніміз, яғни колпачогы ашық, беліміз шығады, off дегеніміз жауып қоясыздар. Осы турмалиннің арқасында гель 5 минут массаждың ішінде сүйекке дейін сіңетін болады. Неге? Өйткені турмалин өзінен 2,5 микрон қызыл толқын шығарады. Сол толқынның арқасында гель активацияға түседі. Содан кейін бүкіл жаңағы кожный покровтан, терінің қабатынан, мышцадан өтіп сіңіп сүйекке дейін сіңеді. Және массаж жасаған кезде жай былай ғана сипап қоймаймыз, иә. Массаж жасаған кезде әрбір ауырған жерімізге кішкене батырыңқырап, клеткаларымызға әсер етіп оятамыз.
сол кезде клеткаларымызға әсер еткен кезде клеткалар қимыл қозғалысқа келе бастайды. Сол кезде өзіне гелді одан да 2 есе тезірек, 2 есе жақсы сіңіретін болады. Бастан аяқ табанға кез келген жерге жағуға болады деп айттым. Әсіресе буын аурулары, үлкен кісілерде артрит, артроз, радикулит, ревматизм деп жатамыз. Және де көбінесе буын аурулары бізде инфекциядан болады, вирустан болады. Соған байланысты бұның құрамы антивирусный болып есептеледі, Плюс сүйек қақсаған болса, сүйек аурулар болса, көп кісілердің сүйектері сынған кезде дұрыс бітпей жатады. Сол кезде ауа райы бұзылған кезде қақсап жатады. Соған өте керемет көмек көрсетеді. Одан кейін бұл кел жағылған кезге кішкене қыздырады, бірақ күйдірмейді, ашытпайды. Сол кезде жағылған жерге қан жақсы барады. Соның арқасында мына холка кетіп жатыр, желкеде болатын. Холканың енді неден екенін білесіздер, шейный позвоночникта защемление болады. Енді мен медик емеспін, бірақ бізге енді көп медик партнерларымыз келіп түсіндіріп жатады, обучение өткізіп жатады. Сол кезде жаңағы айтқандары защемление болған жерге қан дұрыс бармайды. Сондықтан сол жерде жаңағыдай әртүрлі май қабаттары жиналады, содан холка пайда болады дейді. Сол холканы кетіріп жатыр қазіргі таңда. Одан кейін мысалы простудный вирусный заболевание, біз енді қазақтарда көбінесе айтады, жел қарысты дейді, шаншу қадалды дейді. Шаншу қадалғанымыз ол невралгия, защемление нервов. Соған да керемет көмегін көрсетеді. Және де жаңағы простудный вирусный дегеніміз ол ангина, танзилит, бронхит, гайморит, мысалы, мына Т-зонаны жағып қойсаңыздар, қыздырады. Содан кейін бүкіл жиналған нелердің барлығын сыртқа шығарады. Бас ауыратын адамдар мына самайларына жақса сондай керемет әсерін тигізеді. Тіпті құлаққа суық тиген болса, ушные воспаление, отит дейміз, сол кезде мына неге құлағымыздың артына жағып қойсаңыздар, ол өте керемет көмегін көрсетеді. Ал енді келесі біздің өніміміз мынандай шөп таблеткалары. Бұның құрамында негізінде кардицепс, экстракт морского огурца, экстракт малины, ал ең бастысы бұл жерде міне пептид женьшеня, пептид устрицы. Неге пептидный соединение өте керемет эффектісін береді? Өйткені адамның ағзасы именно пептидті түрде жаңағы қосылған нелерді, өнімдерді тез әрі жақсы сіңіреді екен өзіне. Бұның құрамындағы компоненттердің барлығының арқасында біріншіден иммунитеттеріңіз көтеріледі, екіншіден кардицепс как природный антибиотик ретінде жұмыс істейді. Сондықтан бүкіл қабыну процестерін жояды. Үшіншіден, бұның құрамында женьшень бар. Женьшень қанды жақсы айналдырады, қанның жүруін қалыпқа келтіреді. Қанның құрамындағы қант пен холестериннің нормаға келтіреді. Соның арқасында қан қысымы қалыпқа келеді. Гормональный фонды қалыпқа келтіреді. Неге? Өйткені құрамында устрица бар, Устрица ол біздің надпочечник дейді ғой, соның жұмысын қалыпқа келтіреді. Ал надпочечник бүкіл гормондарды шығаратын біздің органдарымыздың бірі, Міне соның арқасында гормональный фонды қалыпқа келтіріп жатады. Әсіресе бұның құрамында енді морской огурец бар. Ол өзінің бойында трипан бар, ал трипан көп партнерларымыз білетін болар, трипан ер адамның ағзасына керемет көмегін тигізеді. Мысалы, активация тестостерона дейміз, жаңағы ер адамның күші, энергиясы пайда болады. Соған керемет әсерін тигізеді. Бұл өнім жайында айта кететін басты жағдай, түнде жатарда ішуге болмайды, өйткені энергия тонус береді. Егер сезімтал болсаңыздар, ұйықтай алмай қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан таңертең және де түстен кейін кешкі сағат 5-ке дейін ішіп үлгерулеріңіз керек. Ал мынау келесі өнім бізде хит продаж, бұл пептидная спрей сыворотка омолаживающая для лица секрет красоты деп аталады. Осындай өте керемет құтыда, мінекей осындай коробкамен келеді. Бұның арнайы сырьесі Япония мен Германиядан заказбен алдырылады. Қытай өнімі болғанмен премиум сегмент, бетке себу арқылы қолданамыз. Бұл декоративный косметика емес, бұл кәдімгі уходовая косметика. Бұның құрамында активный церамидтер бар. Церамидтер ол өте жаңағы глубокое увлажнение береді, және де пептидтік соединениялар бар. Оның барлығы біздің коллагеніміздің выработкасына көмектеседі локально. Бұның составын толыққанды барлығы орысша жасалған. Бұның составын өздеріңіздің косметологтарыңызбен зерттеп қарап көрсеңіздер болады. Біз дәл солай істеп көрген болатынбыз, косметолог. Өте керемет активный состав деп бізге одобрить етті, яғни қолдана беруге болады деп. Енді бұның ерекшелігі біздің осы Алматы офисындағы партнеріміз бар, өзі действующий нейрохирург. Сол кісінің айтуы бойынша бұл препаратты таңғы сағат 5-те және кешкі сағат 7-де бетіңізге, тазаланған бетіңізге жақсаңыз керемет әсерін тигізеді дейді. Осы уақытта біздің беттерімізде болсын, жалпы терімізде белгілі бір клеткалар оянып бастайды екен кешкі сағат 7 мен таңғы сағат 5 уақытта. Сол кезде осындай керемет әсерін тигізеді дейді. Ал енді соңғы міне 3 айда келген барлығын таңғалдырып жатқан керемет детокс біздің сүйікті өнімдеріміздің бірі. Бұл детокс напиток туралы естімеген жан жоқ шығар. Барлығы қазір шулап осы детоксты айтып жатыр, өйткені шақ айдың ішінде керемет результат көрсетіп жатыр. Бұның детокс напитоктың ішінде мынандай 10 пакетик болады. Барлығы составы натуральный,
көк шай, кино, сельдерей, ячмень, боярышник, белая фасоль, одан кейін крахмальный порошок, гречневая мука, крахмальный порошок деп қойған, картофельный порошок, одан кейін инулин мен медовый порошок. Қарап отырсаңыздар, толыққанды бүкіл составы орысша барлығы жазылған, составы полный, натуральный. Ол қалай жұмыс жасайды? Біріншіден, оны ыстық суға ертуге, ыстық суға езуге болмайды. Өйткені натуральный состав болғандықтан ыстық суға пісіп кетеді. Суық суға оянбай қалады. Сондықтан орташа температурадағы жылы суға, 60 мл суға кешкі тамақтан кейін бірінші күні жарты пакетигін, екінші күні жарты пакетигін солай біртіндеп организмімізді үйретіп ішіп бастаймыз. Керемет әсер береді. Өйткені жаңағы өзі де өнім ішіндегі құрамындағы заттар айтып тұр ғой, бұл кесел сияқты бір сондай бір клейкий не болып вещество болып ішесіздер, ол бүкіл біздің іш құрылысымыздағы тамақ қалдығын, яғни каловые залежи болады, соның барлығын абсорбировать етіп сөйтіп шығарады организмнан. Өте керемет өнім. Енді біздің Алматыдағы офистағы партнерлардың күнделікті келіп әртүрлі отзывтарын естіп жатамыз. Детоксикация печени. Осы жақтағы қыз-келіншектердің айтуы бойынша осыны ішкелі бері 10 күн ішкен, сондағы көрген результаттары беттеріндегі жаңағы прыщиктары, акне жаңағы, сондай қабыну процестері көп, сол кетіп беттер жылтырап тазарып келіп жүр. Өйткені білесіздер, іш құрылыс тікелей бетке шығады, барлығы. Міне сондай керемет результаттар өте көп, тіпті паразиттерді кетіріп жатқан, анализдер тапсырып көріп жатқан партнерларымыз да өте көп. Енді отзывтарын өздері түсіріп, әркім өзінің командасына неге жіберіп жатқан болар. Бірақ енді қазір елдің бәрі шулап осы детокс напитокты бізде талап алып кетіп жатыр барлығы. Енді 196-ға сіздер 4 өнім аласыздар. Қазіргі таңда жаңа жылға байланысты, Қытайдағы жаңа жылға байланысты, өкінішке орай бізде складта тек қана детокс пен осы не ғана бар, бокс косметики бар, ал қалғанын, мысалы қазір сіздер тіркелсеңіздер, барлығын детокспен алып, кейін ауыстырып алсаңыздар болады. Ал енді сыйлыққа көшейік, мінекей. 196-ға тіркелген кезде бір осындай шикарный бокс косметики, 504-ке 2 бокс косметики аласыздар. Бұл жерде толыққанды пятиэтапка. Міне, мынандай бокста келеді. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Және де 5 түрлі ішінде күтімі бар. Біріншісі бұл умывашка, яғни бет тазартамыз. Осындай құрамы өте үлкен, составтары өте керемет. Ал екіншісі, мынандай барлығы өте керемет экологичный әйнек нелерінде тонер. Бұл екінші этап, тонизация, яғни увлажнение. Үшіншісі, бұл бізде эмульсия, как активатор ретінде. Сіздің жаққан тонеріңізді да, жаңа неңізді де тоже стеклянная упаковка, барлығы осындай экологично. Міне, екіншісі бұл, төртінші этап, бұл бізде дневной увлажняющий кремі бар, және де ночной питательный кремі бар. Бүкіл типтарға болады, бүкіл возрасттарға болады. Бұл базовый уход, полноценная пятиэтапка, қасына қосымша ештеңе қосудың қажеті жоқ. На основе водорослей, Японияның нарығына арнайы жасалатын өнім. Бұның бағасы нақты, официальный бағасы жоқ, өйткені бұл тегін сіздерге сыйлыққа беріледі. Бірақ бұл жерде, мысалынан алған кезде, сыртында QR-код болады, сол QR-кодқа өтіп бағасын көрсеңіздер болады. Официальный сайттарында қанша тұратын. Ал біздің маркетинг бойынша сатып алатын өнімдеріңізде бағасы бар. Мысалы, әрқайсысы $70. Яғни, сіздер алған картаңыздың скидкасына орай аласыздар. Мысалы үшін, жаңа айттым, 196-ға сіздерге 30% скидка болса, әр өнім 49%-дан шығады. Ал егерде 504-ке карта алатын болсаңыздар, сіздерге 40% скидка $42 беріледі. Енді сіздердің сұрақтарыңызға көшпес бұрын ай сайын бізде әртүрлі промоушндар ұйымдастырылады, партнерларымыз көбісі біліп естіп жүрер. Мен сіздерге сол жайында айтайын. Мысалы, бірінші промоушнымыз осы айда сіз өзіңіз міне тіркелдіңіз делік, және де общий жаңағы личный структурный товарооборот $1000 жасаған болсаңыз, бұл мысалы 504-тен 2 партнер тіркедіңіз делік, немесе 196-дан бірнеше партнер тіркедік делік, общий личный товарооборотыңыз $1000 болған жағдайда сізге бір бокс косметики сыйлыққа береді. Бұл бірінші промоушн. Енді ол әр ай сайын болады, сыйлығы ауысып тұрады. Светті өшірейін, сіздерге нақты жақсы көрінетіндей болсын деп. Бұл бірінші промоушн, жаңағы личный подпискаларыңыз үшін, личный промоушн жасағаныңыз үшін $1000-ға бір коробка косметики. Егер сіздер, мысалы, бірнеше адамдар тіркеп, сізде личный товарооборотыңыз $2000 немесе $3000 болып жататын болса, яғни әр $1000-на бір косметика беріледі, сонда мысалы 3 косметика, 2 косметика деген сияқты. Біздің Алматылық офиста алдыңғы неде рекорд жасаған 10 косметика, личный товарооборот $10,000 жасап, 10 косметика алған партнерларымыз да бар. Мінекей, енді кереметтей тағы да промоушнымыз бар.
осы наурыз айының 1-нен бастап, қазір көріп алайын. Міне көрініп тұр, иә. Наурыз айының 1-нен бастап 30 апрель, яғни ровно 2 ай периодта сіздер Қытайға путевка ұтып ала аласыздар. Қандай промоушн жасасаңыздар, иә. Мысалы, новичоктарға 20 мың бір тармақта, бұл командный структурный 20 мың бір тармақта тіркелдіңіз, мысалы мартта келіп тіркелдіңіз, и екі жақ структураңызда 20 мың болуы шарт, иә. Осы жағдайда сіз Қытайға путевка аласыз. Ал егер сіз компанияда бірнеше уақыт істеп қалып, бір тармағыңызда уже определенный товар оборот бар. Допустим, мысалы мына жерде бір 5 мың дейікші, $5000 товар оборот бар болса, онда сізге міндетті түрде мына тармағыңызда осы периодта жасалған 20 мың болу керек та, ал мына тармағыңызда 20 мыңнан асу керек. Мысалы 21 мың немесе 22 мың деген сияқты. Көрдіңіз бе? Түсіндіре алдым ғой, да? Ал үшінші жағдай, ол уже компанияда 1 жылдан аса, бірнеше 1,5 жылдан аса істеп жүрген партнерларымыз, мысалы мына жағында 30 мың, 50 мың товар оборот бар дейік, 100 мың товар оборот бар дейік. Мына жақ веткасында мысалы бір 5 мың товар оборот бар делік, иә. Осындай ситуациялар бар, немесе енді бастап келе жатқандар бар. Вот осы периодта, яғни 1 марттан бастап 30 апрельге дейін кіші веткасында 20 мың товар оборот жасайтын болса, личный командный структурны бірге, иә, ол кезде де бұл партнерларымыз промоушн арқылы осы Қытайға путевка ала алады. Міне осындай керемет промоушн өткізіліп жатыр. Ең бастысы мынандай жеке жаңағы партнерларыңызға да, немесе командный структурный жаңағы подпискаларға да жасап алсаңыздар болады. Керемет мүмкіндік. Август айында бізде 60-қа жуық партнерларымыз барып келді, өте керемет демалды, және де ол жай ғана, жаңа айтып кеткеніміздей, жай ғана демалыс поездкасы емес. Бұл жерде сіздер компанияның өнімдерін қалай қайдан шығатын, завод фабрикаларға барып көре аласыздар. Ал енді сіздердің сұрақтарыңызға көшсек болады. Продукция жайында, маркетинг жайында толық ақпарат берілді. Қандай сұрақтарыңыз бар, мархабат, микрофондарыңызды қосып сұрасаңыздар болады. Уақытымыз тығыз екен, ұзақ презентация болған сияқты. Тыңдап тұрмыз. Микрофондарыңызды қосып алыңыздар, Саламатсыз ба? Саламатсыз, сұрай беріңіз. Қазіргі таңда офиста қандай офисті алып алуға болады? Мен гелімді алдым и жаңа порошокты алдым. Енді 2 продукциям қалды да, сол келді ме екен деп біліп алайын деген ғой. Жоқ, әлі продукция келген жоқ. Келген жағдайда біз міндетті түрде объявление береміз чатқа. Пока тек мынандай детокс қана бар. Осы детоксты да келіп толық алып кетсеңіз болады, жаңағылардың орнына қаласаңыз. Күтіп отырмай, иә, продукцияны. Өте керемет результаттары бағана айттым ғой. Келесі сұрақ. Партнерларымызда көп сұрақ сол жоқ сияқты ғой, иә? Неге микрофондарын қосып ала алмай жатыр ма екен? Бар, мен Рахмет. Сатып алсаңыздар, повторный, кез келген повторный покупка сіздің картаңыздың скидкасына қарай. Мысалы, қазір сізде қандай карта, Саят мырза? Бриллиант карта болса, сізде 50% жеңілдік болады, яғни $35 сатып ала аласыз. Бірақ естеріңізде болсын, повторный покупка жасаған болсаңыздар, мысалы бір өнім сатып алған болсаңыздар, ол сіздерге, мысалы $35 сіздердің личный товар обороттарыңызға түспейді. Ол тек спонсорыңыздың товар оборотына түседі. Сондықтан, егер сіздер повторно өнім алғыларыңыз келсе, өздеріңіздің жеке қолдануларыңызға, онда өзіңіздің астыңыздағы партнеріңіздің кабинетінен сол кісінің атынан алсаңыздар, сізге личный товар оборотқа есептеледі. Ал немесе жаңағы бір ғана өнім емес, тағы да бірнеше өнім қажет болатын болса, онда оданда бірден тағы да карта тіркеп алғандарыңыз дұрыс. Мысалы, жақын біреуіңізді тіркеп, сол кезде сізге плюс еще рефералка бонус түседі, 20% білесіздер, иә? Келесі сұрақ. Почтамен жібереді ғой, алдындағындай. Иә, почтамен жібереді. Активация жасап почтамен жібереді ғой. Иә, почтамен жібереді. Мен тағы бір сұрағым туындап тұр. Мына қазір сіз айттыңыз ғой, мына продукцияларды өздеріңіз сатып алсаңыздар болады деп, иә? Мен ойладым ғой, мен тіркелдім, картаны сатып алдым, болды, басқа мен аламаймын деп. Сонда гелді жеке өзін сатып алуға бола ма? Көбісі қазір бұнға іздейді ғой, сол. Иә, әрине болады. Повторный покупка уже картаңыздың скидкасымен аласыздар. Мысалы, өнім $70 болса, сізде
50% жеңілдік болса $35 сатып аласыздар. Мгм. Келесі сұрақ. Суставной кел қашан болады? Қанша теңге да? Басқа өнімдер, мысалы бізде Роза ханым, тек қана осы детокс пен косметика ғана бар. Басқа өнімдердің қайдан келетінін біз нақты айтатын боламыз. Негізінде осы айдың аяғы деп айтылған болатын. Қазір енді күтіп отырмыз. Келесі сұрақ. вот Роза ханым, Аха, айта беріңіз. естимін сізге. Вот Ескертіп тұр, аха. табысыңыз налог төлеу керек қой, соны қалай Каспийден қалай көрсетіп жатсыздар? ИП ашасыздар ма или самозанятость? Осы мені интересует осы вопрос. Сіз қай қаладан хабарласып тұрсыз? Мен әлі осының алдында бұл сұрақты қойған, бірақ та толық жауап алған жоқпын. Астана қаласы. Қараңыздар. Дұрыс, иә. Бізде енді вывод бар, иә, вывод кіреді. Наличными дейді. Мысалы үшін сіз біздің официальный жаңағы бухгалтерияға заявка бересіз, кабинетімде осынша ақша тұр, мен соны шығарып алғым келіп тұр, осындай Каспийға жіберіңіздер деген сияқты. Сол кезде компания сізге обналичить еткен үшін, иә, сізге жіберген үшін, лично мысалы үшін 5% ұстап қалады. Ол дегеніміз біздің компания сіз үшін налог төлейді. Сіз болғанға конкретно сіздің атыңызға емес, бірақ осындай расходы бар деп налог төленеді. Ол сол үшін ұсталынады 5%. Ал егер сіз уже толыққанды жаңағыдай күнделікті старший менеджерға шықсаңыз, күнделікті табыс тауып отырасыз ғой, иә, сол кезде уже кәдімгідей крупный сумма болған кезде, ол кезде міндетті түрде ИП ашылады. ИП-ға сіздің счетыңызға официально жіберілетін болады. Ол ИП-ның отчеттарыңыз, ол уже өзіңіз тапсырасыз. Күнделікті жіберілген алынған ақшаңызға. Ол кезде сіздің ИП-ыңызға біздің тон счетынан жіберілетін болады. Түсіндіре алдым ғой, иә? Иә, рахмет. Пожалуйста. Яғни біздің компанияда барлығы толыққанды жаңағы налогтың несіне, заңына қарай барлығы толыққанды официально, барлығы прозрачно, ешқандай еш жерде табыс көзін жасыруға болмайды, білесіздер, иә. Сондықтан міндетті түрде уже старший менеджер болған біздің бүкіл партнерларымыз өздерінің ИП-лары бар, сол ИП-ға вывод жасап отыр. Немесе тікелей жаңа күнделікті кішігірім табыста отырған партнерларымыз, олар 5%-ын бізде офиста ұсталынып қалады міндетті түрде. Қашан маркетплейс ашылады? Алия ханым, қазіргі таңда Қазақстанда маркетплейс жоспар бойынша күзге қарай ашылайын деп жатыр. Жаңа жылдағы рахмет, мақтап жазып жатсыздар. Менің есімім Әсел, негізінде презентация жаңағы зумда просто Роза деп тіркелгендіктен солай қалып қалған. Негізі есімім Әсел. Енді жаңа жылда корпоративта біздің президенттің жолдауын естіген болатын шығарсыздар. Компанияның президентін айтып жатырмыз, иә, Лихон Мырзаның. Осы Қырғызстанда толыққанды запусктан кейін біздің басты мақсатымыз Қазақстанда маркетплейс ашу, яғни ол күзгі уақытқа келіп отыр. Бізден бастап, рахмет, бізде толыққанды осы процесс басталады. Точнее, жаздан бастап уже, иә, бізге уже официально запускысына дайындаламыз. Үлкен складтар, және де пункт выдачалар ашылатын болады, және де банк системалары қосылып, біздің партнерлар, жалпы қазақстандық халық өзі тікелей лимоннан товар ала алатын болады. Әсел ханым, сұрайын дегенім, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба, айта беріңіз. Қазір айтып жатсыздар ғой, осы тағы да бір табыс, это жаңағы наземный бизнес, жаңағы пункт выдачи, и соның қасында магазин болады да, магазины. Соны бір айта аласыз ба, қалай сол жұмыс істейді екен да? Енді адамдарға былай ақпарат берген кезде олар сұрайды, ол қалай жұмыс істейді деп. Сол кезде бізде информация аз да, негізі. Біз айтамыз енді. Дұрыс айтасыз. Соны айтып бере аласыз ба? Магазин қалай істейді, қалай товар келеді? Біз тек қана айтамыз 500 наименование товар келеді деп. Ол қалай келеді, не сатады олар ол жерде деп. Соны айтып бере аласыз ба бір кішкене? Біз ақпарат берген кезде. Иә, рахмет. Дұрыс айтасыз, ақпарат өте аз ол жайында. Өйткені қазір толыққанды бізде ондай документация бойынша, условиялар бойынша нақты ешқандай шарттары жоқ. Және ол болса да, ол презентаторлардың құзырында емес. Яғни менің қасымдағы екінші презентатор Анар ханым, біз полный тек қана маркетингтің презентациясын жасайтын сотрудниктарымыз. Ал енді пункт выдачаға қатысты бүкіл толық ақпаратты пункт выдача ашатын кезде біздің басшылықпен тікелей келіссөз жүргізу арқылы ашылады. Ол жердегі біздің қазіргі таңда қолдағы бар ақпарат бойынша ең басты шарты ол карта егері болу. Одан кейін ол сізге қандай да бір пайдасын, жақсы пайдасын әкелу үшін сізде өзіңіздің белгілі бір сондай орныңыз болу керек, яғни помещениеңіз болу керек, иә, сол пунктты ашу үшін. Оның тағы да нюанстары өте көп. Оны күзге қарай, иә, қазір енді нақты сіз айтып жатсыз қандай ақпарат бар деп. Нақты қазір бізде ешқандай оған қатысты ақпарат жоқ, осы поверхностный информациядан бөлек. Өйткені біз презентаторларымыз, иә, ол толық ақпаратты сол күзге қарай біздің басшылықтан тікелей келіссөз жүргізу арқылы ала аласыздар.
Ол жерде өзінің нюанстары бар, юридический документациясы бар, зданияның технесі болу керек, мысалы үшін тех заданиясы болу керек. Ол жерде мысалы компания сіздерге аренданы төлей ма, жоқ аренданы сіздер өздеріңіз төлейсіздер ма, немесе полностью брендинг болады, иә, лимон деген вывескасы, оның ішінде қойылатын складтары, ол жерге жаңағы несі барлығы, ол өте көп нюанстар, өте көп ақпараттар. Оның барлығы тек қана тікелей жаңағы басшылықпен сөйлесесіздер. Сіздер партнерларыңызға жеткізген кезде біз сияқты айта аласыздар, иә. Мүмкіндік бар пункт выдачи ашуға, бірақ нюанстары бар, оны тікелей уже юридический жаңағы документациясы бар, уже ниеттеніп жатқан партнерлар тікелей келіссөз жүргізу арқылы ашады. Біздің компания приветствует всех, кто будет открывать. То есть, яғни біздің компанияға өте маңызды, өте выгодно партнерлардың пункт выдачи ашқаны. Сондықтан кез келген сондай желаниесі бар, мүмкіндігі бар партнерларды, яғни навстречу пойдут жұмыс жасауға, бірақ қазір нақты осындай 100% осындай ақпарат осындай деген жоқ. Бастысы қарапайым кәдімгі пункт выдачалар бар, мысалы Озон сияқты, Fiber сияқты, иә, сондай нелермен жұмыс жасайды, стандартный условиялармен. Сіздің табысыңыз 3-5%-ды құрайтын болады, сіздің товар обороттан өтетін деген сияқты, иә. Одан кейін логистика, мысалы сіз тек қана товар выдавать етесіз. Товарды компания өзі жеткізіп береді сізге полностью, системасы қалай барлығы обучение өтеді міндетті түрде, иә, сіздерде. Одан кейін магазин қалай ашады, не ашады, оның барлығын сол толыққанды обучение аласыздар сіздер әлі. Бірақ ол әзір емес. Ол күзге қарай, жаздан кейін сондай толыққанды обучениелер болады сіздерде. Енді нақты ақпарат осылай ғана поверхностно айта аласыздар сіздер. Өйткені бізде де как презентатор ретінде бізде басшылықтан беріліп отырған ақпарат осындай. Көп адамдарды бұл пункт выдача қызықтырады, өйткені бұл қарапайым традиционный бизнес, иә, оның ешқандай жаңа MLM-ге қатысы жоқ. Сондықтан ол өте выгодный жаңағы біздің табыс көзінің бірі. Және де ондай партнерлар болса, уже күзге қарай тікелей келіссөз жүргізесіздер. Әзірге осындай ақпарат, өкінішке орай. Бір сұрақ қойсам болады ма? Әрине. Менің осы жерде жаңадан партнерім отыр, новичок, қызығып отыр. Ол айтады, мен Тяньшиде жұмыс жасаймын дейді, күйеуіміз екеуміз. Қалай болады? Мен оған ешқандай да мешать етпейді бір-біріне дедім. Сол туралы сұрақ қойға ұялып отыр. Түсіндіріп жіберсеңіз. Дұрыс айтасыз, иә. Бізде енді MLM жүйесі, бастапқы этап MLM жүйесі болғандықтан, көбінесе басқа крупный компаниялардан сондай мықты лидерлар келіп қосып жатыр. Біздің компанияда ешқандай шарт жоқ, сен басқа компанияда жұмыс жасауға болмайды, немесе рұқсат етілмейді деген сияқты. Біріншіден, неге? Компанияның политикасы бойынша бұл жүйе бізде уақытша рекламалық құрал ғана. Және де басқа да классический сетевой маркетингтер сияқты бізде ай сайын сауда жоқ. Сондықтан біздің компанияда, былайынша айтқанда, басқа компанияларға конкурент емес. Яғни біздің жүйеде сіз тек қана как потенциальный база клиент ретінде қалыптастырасыз. Бұл продукция тек қана клубқа кірген кезде, қарапайым тілмен айтқанда, бұл комьюнити, мысалы закрытый клуб, именно осындай маркетплейсті продвигать ететін партнерлардың закрытый клубы. Вот соған келген кездегі алатын өніміңізді өзіңізге алып қаласыз ба, сатасыз ба, сыйлыққа бересіз ба, ол әркімнің өзінің құзырында. Сондықтан біздің компания бүкіл нарықтағы MLM компанияларға ешқандай да конкурент емес. Өйткені біздің басты проектіміз ол традиционная коммерция, лимо маркетплейс болғандықтан, ол онлайн сауда саттық тікелей қарапайым традиционный коммерция болғандықтан, басқа MLM компанияларға конкурент емес. Сол үшін бізде ешқандай талап қойылмайды. Сіз басқа компанияда жұмыс істейсіз бе, жоқ сіз жұмыс істемейсіз бе, басқа официальный жерде госработниксіз ба, әлде тағы да мысалы бір компанияны бастап отырсыз ба, қазақстандық мысалы бір компанияның басшылары келіп жатыр бізге келіп. Сіз просто карта алып, осы клубтың партнері боласыз, болды. Ары қарай уже сіз өз еркіңізде қандай не. Бірақ егер де компанияға кіріп алып, осы компанияның партнерларын лимонда жұмыс істеме, немесе сен бұл компаниядан кетіп қалып, менің компанияма жүр деп үгіт насихат жүргізіп жатсаңыз, сондай бір қолайсыз жағдайлар тудырып жатсаңыздар, онда ол міндетті түрде қарастырылады, терминацияға кетіп қалуы мүмкін деген сияқты. Ал бірақ жаңағындай экологично жұмыс істесеңіздер, ешкімге требовать ете алмайды. Біздің компанияның политикасы сондай. Қай жерде жұмыс істесеңіздер, бұл сізге берілетін қосымша табыс көзі ретінде ғана. Бұл компания ма деп жатыр. Мен айтым маркетплейс. Өзі Хуаге деген компания өзі маркетплейсте адам жинап жатыр. Орын алып қалып жатыр деп түсіндіріп жатырмын да. Енді мен сізге тағы бір сұрақ қояйын. Жаңа апгрейдті қалай жасақ болады? Мен қазір 100 мыңға тіркелдім, қазір мен автоматически 250-ге өттім ғой. Енді мен оған қазір апгрейд жасасам, бриллиантқа өтіп кетем ба, или жаңа золотыға ма, қалай болады сол? Жоқ, бриллиантқа өтесіз. Мысалы, бастапқыда 196 мың картасын алған партнерлар кейін кез келген уақытта $294 7 өнім алып, апгрейд жасайсыздар. Апгрейд жасалғаннан кейін, активация жасалғаннан кейін, сіздердің карталарыңыз бірден бриллиантқа ауысады. Берілетін товарлары, сыйлықтары, бірақ сол өзі бұрынғыша қалып қояды ма?
иә 7 өнім беріледі апгрейдке. Оны да қазіргі таңда енді таңдап алсаңыздар болады. Қазіргі таңда складта осындай детокс бар, барлығын детокспен алсаңыз да болады. Кейін жаңағы ауыстырып алсаңыздар болады. Немесе қалған өнімдер келген күтем десеңіз күтетін боласыздар. Мысалы апгрейдке берілетін 2 суставной гель, 2 спрей және де 3 кардицепс беріледі. Оны сіздер полный детоксқа айырбастап алсаңыздар болады. Және осы айда ғана апгрейдке бір подарок мынандай шикарный бокс косметики беріледі. Ай сайын бізде сыйлықтар өзгеріп отырады. Оны жақсы білесіздер, иә, партнерлар? Рахмет сізге. Құрметті партнерлар, Әсем ханым, өте қуаныштымыз. сұрақ емес, бір өтініш бар. Запись Аха. сақтала ма, сақталса Запись чаттарға жіберіңіз. сақталады. Запись сақталады. Міндетті түрде запись дайын болған кезде біздің официальный чатқа жіберетін боламын. Міндетті түрде бұл жағын уайымдамаңыздар. Құрметті партнерлар, бізде эфирдің уақыты өтіп кетті. 1 сағат 10 минут болып тұр. Баршаларыңызға рахмет. Мен ойлаймын сіздерге пайдалы болдым деп үміттенемін. Және де келесі апта бізде Zoom обучениеміз орысша жүретін болады. Баршаларыңызды келесі аптада күтетін боламыз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.